Қайырлы күн достар, бұл қоғамшыл подкастының кезекті шығарылымы. Бүгін бізде қонақта әлеуметтік теория зерттеушісі Ғалым Жүсіпбек. Қайырлы күн, бүгін уақыт тауып келіскеніңізге көп рахмет. Сіздерге де көп рахмет шақырғаныңызға, осындай подкаст ұйымдастырып жоба бастағандарыңызға әрине мен де өз алғыс білдіргім келеді. Қазіргі таңда әсіресе қазақ тілінде осындай жобаларға үлкен қажеттілік бар. Біз ұғымдарды, концепттерді талқылау керекпіз, татысу керекпіз. Тіпті оның басқа қыры да бар. Ұғымдарды, концепттерді қалыптастыру керекпіз. Біз тек қана импорттаушы мемлекет, импорттаушы қоғам болмау керекпіз. Сонымен қоса өз елімізде, өз қоғамымызда ұғымдарды қалыптастыру әлеуетіне, қабілетіне, потенциалына ие адамдар ретінде осыны жасау керекпіз. Біз сізбенен Қазақстандағы ұлтшылдық тақырыбын талқылағымыз келеді. Мен үшін өте жақын тақырып, қызық тақырып, өйткені бір 10 жыл бұрын осы тақырыпта зерттеу жасап, кейін барып баяндама жариялаған едім. Және жасыратын жоқ, өзімде ұлтшылдықпен біраз ауырдым. Ұлтшылдық идеясы маған өте ұтымды, қазақ қоғам үшін, қазақ мемлекет үшін өте лайық идея ретінде көрінді. Әлі күнге дейін бұл идеяның потенциалы жоғары деп ойлаймын, идеологияның, қозғалыстың. Енді өзіңізбенен ғалым ретінде осы тақырыпты жүрген зерттеуші ретінде ұлтшылдықтың бүгінгі қазіргі жағдайы қандай, оның негізгі нарративтері жөнінде, қозғаушы күші жөнінде әңгімелескім келеді. Менің сізге бірінші сұрағым, анықтамадан бастайық, ұлтшылдық дегеніміз не? Қоғамдық өмірге қатысты ұғымдар әрқашан күрделі. Олардың нақты бір анықтамасын беру қиын. Ұлт ұғымы, мысалы сіздің сұраған негізгі ұғым, ұқсас болмақ түгілі қарама-қайшы болады. Мысалы, кейбір ұлт анықтамалары этникалық текті назарға берсе, басқа анықтамалар этникалық текті назарға бермейді, оған тіпті оппозицияда. Өткен екі ғасырда ұлтты белгілі бір биологиялық негіздейтін, белгілі бір биологиялық текпен түсіндіретін анықтамалар өзінің қауіптілігін көрсетті. Және олар бірте-бірте демократикалық ортада өте үлкен сынға ұшырап, тіпті ескірді деп айтсақ болады. Ең көп тараған жіктеу примордиал ұлтшылдық деп айтады, конструктивистік ұлтшылдық модельдер бар, одан кейін этносимволизм бар, екеуісінің ортасындағы. Ұлт деген ұғым, ол соңғы 2-3 ғасырда пайда болды дейік, бұл ғылымда қалыптасқан түсінік. Мысалы, біздің қазақ қоғамында көп тараған түсінік мынау. Қазақ ұлты 5 ғасыр бұрын болды, 6 ғасыр бұрын болды. Бұл соншалықты ғылыми тұжырымдама емес. Бірақ ол қазіргі мағынада ұлттық мемлекет немесе қазақ халқы ұлт жағдайында болды деген түсінік болмау керек те. Бұл тек қана қазақтарға қатысты ғана емес, бұл басқа бүкіл халықтарға қатысты нәрсе. Мысалы, неміс Германияда ұлт, ол да 5 ғасыр бұрын болған жоқ. Францияда ұлт 5 ғасыр бұрын болған жоқ. Тіпті 4 ғасыр бұрын болған жоқ. Нақты мысал берсек, Наполеон билікке келіп, император, ол республикадан қайтадан империя құрды ғой. Францияда француз ұлты Наполеон император болғаннан кейін пайда болды деп те айтуға болады. Француз революциясынан кейін қалыптасқан түсінік қой, негізі қазіргі біз қолданып жүрген национализм деген нәрселер. Ең үлкен септік берген француз революциясы. Бірақ ол ұлттың пайда болуы бірте-бірте болатын баяу процесс. Француз революциясы бұның алдын ашып берді, бірақ кейін француз революциясы қантөгіске айналып кетті. Мемлекетте Францияда бейбітшілік орнағаннан кейін бұл процесті француз революциясынан бастаған үрдісті Наполеон одан сайын алып кетті. Ұлт ұғымы негізі бізге Европадан келеді. Қазіргі заманауи мағынада деп айталық. Бірақ бұл жерде басқа да қауіп бар, евроцентрист болып кету қаупі де бар да. Яғни ұлт деген концепті түсіндіру үшін міндетті түрде тарихтан бастау керек, тарих контексті ашу керек. Одан кейін оның батыс Еуропа ойшылдарының қалыптастырған, оған мән мағына мазмұн берген идеялардан туындаған нәрсе. Және кейін қазір 21 ғасырда бізге ұлт, nation, мемлекет деген категорияларды біз еркін пайдалана береміз. Олар бұрыннан бері, адам пайда болған бері бар нәрсе секілді, бірақ та шын мәнісінде расында да ұлт деген концепция ол соңғы 2-3 ғасырдың адамзаттың эволюциясының нәтижесі деп айтуға болатын шығар. Жақсы, ал енді ұлтшылдыққа қалай анықтама береміз? Бұл да өте қызықты жағдай. Национализм теориялары, ұлттың пайда болуына байланысты зерттеулерде өте қызықты сұрақ бар. Не бірінші пайда болды? Ұлтшылдық пайда болды ма бірінші, әлде ұлт бірінші пайда болды ма? Нені жаратты деп айтады. Ұлтшылдық ұлтты жаратты ма, әлде ұлт ұлтшылдықты жаратты ма? Бұл сұрақты біз көп сұрамаймыз. Бұл терең ғылыми сұрақ. Бұның нақты жауабы жоқ. Өйткені әр мемлекеттің өзінің бір жолы бар. Мысалы, Германия қазіргі кезде ұлттық мемлекет. Германияда алдымен ұлтшылдық пайда болды, кейін ұлт пайда болды. Францияда алдымен ұлт пайда болды, кейін ұлтшылдық пайда болды. Әр
мемлекет, әр қоғам өте ерекше, уникал. Мысалы, күрт мемлекеті жоқ, қазіргі кезде күрт халықтың ұлттық мемлекеті жоқ. Олар 4-5 мемлекетте ыдырап жүр. Бірақ күрт ұлтшылдығы бар. Кейбір мемлекеттерде, әсіресе олар отарлану кезеңінен шыққан, мемлекет пайда болды, ұлтшылдығы жоқ. Ондай мысалдар Африкада өте көп. Яғни әр мемлекеттің жағдайы ерекше, уникал. Енді Совет одағы не жасады дейік, ол өте маңызды. Кеңестер одағынан өзінше ұлт құру саясаты болды. Бұны ең көп жасаған, бұның тіпті идеологиясын шығарған Сталин болды. Ол заман Муссолини, Гитлер, Сталин өмір сүрген кезеңі примордиал ұлтшылдықтың негізгі идея болған кезең. Италия итальяндікі деді, Муссолини. Германия шыққан тек жақтан немістедікі деді Гитлер. Сталин соған ұқсас концепцияны қабылдады, ұлт ұғымын текке байланыстырды. Примордиал ұлтшылдық моделін негізгі модель ретінде кеңестер одағына алып келген Сталин болды. Сол кезең нәсілшілдік отарлау кезеңі. Примордиал ұлтшылдықтың ең үлкен сипаты ұлт ұғымын бейсиясилендіреді. Depolitization. Яғни ұлт ұғымы саяси ұғым болып қабылдану керек болса, примордиал ұлтшылдық Сталиннің әкелген ұлтшылдығы. Ұлтты саяси ұғым болудан шығарып жібереді, оны нәтіл, тек, тіпті ең берісі тілге байланыстырады. Ұлт саяси ұғым болудан шығып кетеді. Ал жалпы Қазақстанның мемлекет құру процесін алатын болсақ, ол да бірнеше ғасырға созылған процесс. Осы процесте ұлтшылдықтың рөлі қандай болды? Негізі өте қызықты сұрақ. Мынау ұғымды назарға беру керек шығар. Socially constructed, әлеуметтік тұрғыда жаратылған, әлеуметтік тұрғыда пайда болған құбылыс деген ұғым бар. Ұлт ең баста ол әлеуметтік конструкт. Мен біздің қоғамда тараған ұғымға қайшы ұғымды айтайын, ол қан арқылы берілетін ген сияқты нәрсе емес. Мысалы, біз өзіміздің ДНК-мызды өзгерте алмаймыз, өйткені ол табиғи түрде бар нәрсе. Ол әлеуметтік тұрғыда жаратылған нәрсе емес. Алайда біздің саяси көзқарасымыз, әлеуметтік ұстанымдарымыз, олар қан арқылы берілмейді. Бұл жерде бір қате түсінік бар қоғамда. Ол біздің бала кезімізден бастап біздің түпкі санамызға айналадағы ортадан сіңеді, сөйтіп әлеуметтік тұрғыда жаратылады. Яғни әлеуметтік түрде жаратылатын мәселелер, олар біздің саяси, әлеуметтік, діни ұстанымдарымыз. Ұлт ұғымы ол осындай ұғым, және этникалық топ та сондай. Этникалық топтар да, мысалы, қазақ ұлты орта ғасырларда болды десек, ғылымға қайшы нәрсе айтқан боламыз. Өйткені қазіргі ғылымда орныққан көзқарас бойынша модерн заманнан бұрын ұлттар болмаған. Қай жерде болмасын сондай, Еуропада да, Азияда да, Америкада да, ешқай жерде модерннен бұрын ұлт ұғымы болған жоқ. Неге? Өйткені ол модерннен бұрын қандай период? Феодал дәуір, ауыл шаруашылығына негізделген дәуір, тайпалық қоғам дәуірі. Яғни қазақ халқы болды. Қазақ мемлекеттігі болды. Бірақ ол ұлттық мемлекет деңгейінде болған жоқ. Менің назарға бергім келіп тұрған нәрсе, ұлт саяси құбылыс. Этникалық топ та сондай. Ол да әлеуметтік тұрғыда жаратылады. Яғни қазақ этникалық тобы ондаған, тіпті бірнеше ғасыр бойы әлеуметтік тұрғыда жаратылған этникалық топ болды. Алғашқы кезеңде қазақ мемлекеттігі қайсы бір саяси құндылықтар төңірегінде біріккен саяси бірлестік болды. Осы шақтан сол дәуірдегі, модерннан бұрын дәуірдегі қазақ мемлекеттігі заманауи саяси ұлтқа жақын. Өйткені ол жақта шыққан тек үлкен рөл ойнаған жоқ. Ол жақта құндылықтар үлкен рөл ойнады. Өйткені қазақ хандығы бәрімізге белгілі, Керей Жәнібек сұлтандар тарапынан құрылды ғой. Кейін оларға кейбір тайпалар қосылды. Ол тайпалардан ешкім сұраған жоқ, шыққан тегіңіз қандай, сіз қай рудансыз деп ешкім сұраған жоқ. Демек, құндылықтарға байланысты адамдар қосылды. Одан кейін ол этникалық топ бірте-бірте бірікті, географикалық алқабына ие болды. Бірақ өте мынандай маңызды нәрсе, заманауи ұлттық мемлекетті модерннен бұрынғы мемлекеттерден ажырататын ең үлкен фактор тұрақты шекара. Мысалы, модерннен бұрынғы саяси бірлестіктердің ешқайсысында тұрақты саяси шекарасы болған жоқ. Ол қазақ хандығына да қатысты. Қазақ халқының мекендеген жерлері болды, бірақ тұрақты шекара болған жоқ. Ол Европада да сондай болды. Тұрақты шекаралар болған жоқ. Содан мысалы Германия мен Франция арасындағы кейбір территориялар ұлттық мемлекеттер құрылғаннан кейін үлкен дау мәселесіне айналады. Себебі олар ұлттық мемлекет құрылмастан бұрынғы жағдайға қарайды. Ол бірде Франция болады, бірде Германия болады. Әрине, ұлттық мемлекеттің құрылу тарихы қатты идеал тарих емес. Оны да назарға беру керек. Ұлттық мемлекеттің құрылу тарихы өте көп қырғындарға алып келді. Өте үлкен трагедиялар алып келген тарих. Бенедикт Андерсонның жаңағы ұсынған анықтамасы бойынша
адамдар өздерін бір ұлттың мүшесі ретінде таныса, сезінсе, онда ол жаңа ұлттың белгісі, воображаемая общность, imagined communities. Яғни адамдар өздерін сол мәдени бір символикалық шекара арқылы да анықтауы да ұлт ретінде қалыптасудың бір басты бір алғышарттарының бірі деп айтуға болатын шығар. Енді Қазақстанның қазақ ұлтшылдығы жайын айтқан кезде біз бірден алашордашыларды есімізге түсіреміз, өйткені жалпы ұлтшылдық идеясы, жаңағы мемлекеттік идеясы осы 20 ғасырдың басындағы алашордашылардың әрекетімен, олардың интеллектуалды үлесіменен байланыстырылады. Осы жөнінде айтып өтсек, алашордашылардың кезіндегі қазақ ұлтшылдығының ерекшелігі неде? Бұл Қазақстанда әлі де зерттелу керек тақырыптардың бірі, менің ойымша. Өйткені алаш зиялыларының интеллектуал мирасына қатысты әлі де қызықты, тіпті бір-біріне қарама-қайшы пікірлер айтылып келеді. Екі ұғым төңірегінде осы мәселеге кіргім келіп тұр. Инклюзив және инклюзив емес, эксклюзив деп айтамыз ба. Бірақ инклюзив деген ұғым негізгі ұғым болсын. Менің түсінуімше, алаш зиялылары белгілі деңгейде инклюзив саяси ұғым шығарғысы келді. Егер алашорда үкіметі өзінің автономиясын жариялады, ол ресми түрде жарияланды. Бірақ бұл жерде автономия ол тек қана сол кездің шарттарына сәйкес жасалған таңдау болды. Негізгі ой әрине тәуелсіз мемлекет құру. Автономия деп әдейі солай жасады, себебі ол кездің саяси жағдайы Азия халықтары сияқты, қазақ сияқты Азия халықтарының толық тәуелсіздік жариялайтындай жағдай емес еді. Сондықтан бұл жерде прагматикалық шешім болды, автономия, бірақ келешекте әрине негізгі ой тәуелсіздік қой, тәуелсіз мемлекет. Оны амалдарды жасалды. Инклюзив саяси ұлт басқа этнос өкілдеріне, басқа этникалық топтарға ашық, оларға тең құқықтар беретін саяси одақ. Мысалы, алашорда үкіметінің конституциясы бар. Ол қазір құжаттар ретінде анық та белгілі. Өз азаматтарына тең құқықтар беретін конституция, ата заң. Алаш зиялылардың өздерінің практикалық жағдайына, өмірлеріне қарайық. Олар ешқашан біреуден жоғары деген жоқ. Олардың өздерінің өмірлерінен аңғартады, ол инклюзив адамдар болды. Тіпті біздің қоғамға тиіп кететін нәрсенің бірі, әрине қазақ қоғамына тиіп кететін нәрсе, бұл туралы да әртүрлі нәрселер айтылады. Алаш зиялылардың ең көрнекті өкілдері басқа этнос өкілдерімен үйленген адамдар болды. Ол нені аңғартады? Демекки бұл кісілердің өздерінің жеке өмірінде де бір инклюзив көзқарас болды. Көпшілігі билингвал болды, трилингвал болды, полиглот болды. Олар бір тілмен шектелетін адамдар болған жоқ. Әрине бұл жерде тілдің мәртебесін, қазақ тілінің мәртебесін түру деген нәрсе жоқ қой. Мынаны айта кету керек. Адамзат тарихында ешқандай халық, ешқандай қоғам бір тілмен ғана шектелмеген. Өйткені ол кезде кешіресе Google Translator болған жоқ қой. Адамдар сауда-саттық жасайды, көрші жатқан елдермен қарым-қатынас жасайды, ол тілді қалай үйренеді? Араласу арқылы үйренеді. Яғни айтайын дегенім, инклюзив түсінік ол тілге қатысты жағы да бар. Яғни бір тілмен шектелмеу. Қазақ тілі мемлекеттік тіл болады, әлбетте, бірақ онымен ғана шектелмейді. Басқа тілдердің дамуына да, басқа тілдердің қолданыста болуына да жағдай жасалады. Бұның ең үлкен мысалы Қоқанды автономиясы. Қоқанды автономиясы нағыз сол кездің шарттарында Еуропа одағы. Былайша қарасақ та, Европа одағында шекаралары жоқ, ол жақта этникалық топтарға бөлінбейді. Қоқан республикасы соның мысалын берген дейді. Әрине бұл ұлттық мемлекет формасында болды, Қоқан автономиясы. Өзінің парламенті болды, өзінің министрлік кеңесі болды. Бірақ Орталық Азия үшін ол нені аңғартты? Этникалық эксклюзивизм емес, этникалық инклюзивизм бар деді. Ол жақта қазақтар, өзбектер, тәжіктер, қазіргі таңда өзіне қазақпыз, өзіне өзбекпіз, тәжікпіз дейтін азаматтар сол жақта бірігіп тұңғыш демократиялық мемлекетті құрды. Және ол жақта қай тілде сөйлеймін, қай тіл бас тіл болады деген үлкен тартыс та жоқ. Әрқайсысы бір-бірінің тілін біледі. Мысалы, Мұстафа Шоқай қазақ, ол жаққа барады, өте жақсы түсініседі. Монолингвал қоғамдар сталиндік примордиал ұлтшылдық қалай бізге сіңе бастады, солай монолингвал қоғамдар дамыды. Мынаған қатты назар беру керек. Алаш зиялыларының интеллектуал саяси мирасы инклюзив ұлт моделін көрсетті, аңғартты. Бүкіл азаматтарға тең құқықтар, тек қана белгілі бір этникалық топқа үстемдік беру емес, бүкіл азаматтарға тең құқықтар. Және тіл мәселесіне келетін болсақ, бір тілмен шектелмеу. Окей, қазақ тілі маңызды. Өйткені ол зиялылардың барлығы қазақ тілінде ғылыми әдебиет шығарды. Біреу психология туралы жазды, біреу математика жазды, біреу фармацевтика негіздерін қалады, біреу инженерия ғылымдар негіздерін қалады. Олар қазақ тілін дамытуға өте үлкен жағдай жасап кеткен адамдар. Бірақ ешқайсысы ешқашан бір тілмен шектелмеді. Ол қазіргі демократикалық, зайырлы, инклюзив қоғам моделі.
Примордиализм туралы айткан кезде Қазақстандағы оның тілдік белгіге ден бұрын менің түсінігімде ол бір қандық белгіні көбірек алға тартатын сияқты. Қазақ деген кім? Қазақ деген жаңағы қазақ қылып туылған, ата бабасы қазақ болған, оның ішінде жаңағы шежіренің ішіне кіретін деп таза биологиялық критерийменен өлшейтін сияқты көбінесе. Бұл да примордиализмнің бір ең бір крайний варианттарының бірі. Яғни сіздің айтуыңыз бойынша алашордашылар сол кездегі қазақ қоғамының этникалық тұрғыдан, тілдік тұрғыдан әр алуан екендігін түсінді және сәйкесінше өздерін сол территориядағы тұрып жатқан халықты біріктіретін идеялар ұсынды. Яғни біз автономия ретінде тек қана қазақтардың ғана, яғни қазақ болып қаны қазақтардың ғана емес, жалпы сол жердегі тұрып жатқан халықтың мемлекетті автономиясы ретінде қарады деп айтуға болады ма осында? Әлбетте, мен ойымша, алаш зиялылардың мирасын, олардың жасап кеткен саяси бастамалардың контексті кең тұрғыда алып қарастыратын болса, дәл сіз айтқандай, сіз бағана өте қызықты нәрсеге көңіл аудардыңыз. Қаны қазақ шежіреге кіретін дедіңіз ғой, Мысалы, пәлен ғасыр бұрын, 16-17 ғасырда қазақ этникалық тобы қалыптасып келе жатқан шақта көптеген рулар, көптеген тайпалар қосылды. Ешкім оларға сен шежіреде жоқсың, сен қазақ емессің деген жоқ. Яғни демекки этникалық топтың өзі инклюзив болды қазақтарда. Тіпті кейбір шежірелерге қараса, кірме-ру деген бар, қайдан келген белгісіз. Біреулер айтады, кейбір ақсақалдардан естісе айтады, мынау қырғыздардан келді дейтін, мынау қалмақтардан алып қойған бір не деп ата деп айтады. Яғни сол кездің өзінде, мысалы 17-ші ғасырдың өзінде қазақтар әлдеқайда инклюзив болған. Сендер шежіреде жоқсыңдар, қазақ бола алмайсыңдар деген жоқ қой. Қайта жағдай бар ма? Оны абсорбировать етейік, қазаққа жіберейік деген ұғым болды ғой. Бәлкім рудың аты қырғыз болды, бәлкім рудың аты қалмақ болды, бәлкім кірме деп те атап кетті, бірақ олар бәрі қазақ болып қалыпты. Бұл әлеуметтік конструкт маңызды екенін, оның ең үлкен фактор екенін көрсетеді. Қазақтарда біз этникалық топ ретінде біз мызығымыз монолитпіз деп қабылдаса, ешкімді қабылдамас еді. Бұл адамзат тарихының ағымына да қайшы нәрсе. Сонда этникалық топ, егер осыншама ашық болса, заманауи саяси ұлт ұғымы неліктен жабық болсын? Неліктен ол бұндай инклюзив болмасын? Әлбетте ол инклюзив, өйткені ол саяси бірлестік ұғымын білдіреді. Және мынаған назар аудару керек, неліктен алаш зиялылары инклюзив бағыт қабылданды. Ол азаматтар, алаш зиялылары және жалпы сол кездегі орталық Азия мұсылман интеллигенция дейік, өйткені олар жалпы мұсылман интеллигенция категориясына кірді ғой. Татар, башқұрт, азери, түркістандықтар, қазақтар, олар отарланған халық өкілдері болды. Екінші сынып азамат емес, үшінші сынып азаматтар болды. Өйткені бірінші сынып азамат олар орыстар, православ орыстар, екінші сынып азаматтар олар сол орыстарға әскери жақтан қызмет ететін топтар болды. Олар қолдарына қару ала алатын да, сол жылы татары дегендер болды мысалы. Татар халқы өкілінен қару ала алатын, қару астына алатын топтар болды, олар екінші сынып. Бірақ та қазақтар үшінші сынып болды. Оларға қару алуға, қару асынуға рұқсат берілмейтін. Қазіргі зерттеушілердің назарынан тыс қалып жүрген нәрсе. Осындай жағдайда өмір сүрген интеллигенция, үшінші сынып ретінде қабылданған интеллигенцияда эмпатия түсінігі өте терең болады. Олар өзінің халқына эмпатия көрсетеді. Сондықтан ғой алаш зиялыларынан және жалпы жадидші деп айтады, мұсылман интеллигенциясының ең тұңғыш әдеби туындылары эмпатия туралы. Құқықтары бұзылған қыздар, құқықтары бұзылған ақсақалдар, әйелдер. Яғни олардың әдеби мирасы, саяси мирасы ғана емес, әдеби мирасы да эмпатияны оятуға, адамдарға жан ашуды үйретуге бағытталған туындылар. Және осы интеллигенцияның әдеби мирасы, интеллектуал мирасы эмпатияға негізделген болса, олар екінші отарлау жасамайды. Басқа бірлерді екінші сынып азаматына айналып, сендер бізді қанадыңдар, енді біз сендерге әңгір таяқ ойнатамыз демейді. Яғни олар алаш зиялылары эксклюзив қазақ мемлекетін құрмақшы болды, славяндарды екінші сынып азаматтарға айналдырмақшы болды, этникалық қазақ мемлекетін құрмақшы болды деген идеялар ол кісілердің мүлдем психологиясын, әдеби интеллектуал мирасын түсінбеу. Олар халықты психологиялық тұрғыдан оятуға тырысқан адамдар болды. Олар қалайша психологиялық деңгейдегі адамдар қалай колонизатор болады, қалай олар отарлаушы болады. Тіпті бұнан назарға бергенде олар репрессияға ұшыраған кезде, олар жаппай топ ретінде репрессияға ұшырады. Қайсы қан төкті, қайсы барып НКВД-нің ғимаратын өртеді, қайсы барып бомба салды. Қайта олар қаншалықты зұлымдыққа, қаншама репрессияға ұшыраса да, оларға репрессия жасап жатқан адамдарға қарсы да күш қолданбады.
тіпті мынандай ой келеді, мына Иса пайғамбардың методын қолданған ба деп ойлаймын да. Бұл нағыз эмпатиясы жоғары адамдар. Жақсы, енді мынау тәуелсіздік алғаннан кейін бізде ұлтшылдық идеологиясы қайтадан жаңғырды. Мынау біз Қазақстан мемлекеттігінің қалыптастыру процесінде осы алаш ордашылардың мұрасы бар. Одан кейін Совет одағы кезіндегі жазушылардың мұрасы бар. Барлығы тәуелсіз мемлекет ретінде шекарамызды анықтауға көп әсерін тигізген нәрсе. Иә, енді қазір осы тәуелсіз Қазақстандағы ұлтшылдық идеология жөнінде айтып көрсек, бұл идеология қалай өзгерді, оның негізгі ойшылдары кімдер деп айтуға болады. Сіз не айтасыз жалпы тәуелсіз Қазақстан кезеңіндегі ұлтшылдық қандай ұлтшылдық? Негізі ұлтшылдық тарихы дейміз ба, жақын заманғы ұлтшылдық тарихы ғой. Осы тақырыпты зерттеу тұрғысынан Қазақстан ең күрделі мысалдардың бірі сияқты. Өйткені Қазақстан кеңестер одағы ыдырағаннан кейін өзінің жергілікті халқы салыстырмалы түрде ең аз мемлекеттердің бірі болды, иә. 90-дардың басында Қазақстан аумағында халқының жартысынан астамы этникалық қазақ емес топ өкілдері болды, иә. Орыстандыру, русификация, ассимиляцияға ұшыраған да Қазақстан болды. Көп айтылатын мысал 80-дердің басына дейін Алматыда қазақ тілінде білім беретін жалғыз мектеп болды, 12-ші мектеп. Кейін 86 пайда болды, соған бірте-бірте көбейді. Бірақ оның өзі қызықты факты ғой. Енді Советтік Қазақстан астанасында кеңестер одағының соңғы жылдарына дейін қазақ тілінде білім беретін бірақ жалғыз мектеп болды. Басқа да факты, оны біздің азаматтар кейде мақтанып айтады. Ешқандай акцентсіз таза орысша сөйлейтін қай қала деп айтсаңыз, Москва емес, Алматы деп айтатын да. Демек, Алматыда тұратын қазақтар орысшаны акцентсіз таза сөйлейтін жағдайға жеткен. Оның бәрін нені аңғартады, оның бәрін мен не үшін айтып тұрмын. Яғни Қазақстан шынымен тілдік ассимиляцияға, мәдени ассимиляцияға ұшырау жағынан бір ерекше жағдайдағы мемлекет болды. Екінші назарға беру керек фактор, ол бізде әлі де көп айтылмайды. 20-шы ғасырдың аяғы мен 30-шы жылдардың басындағы ашаршылық. 31-33 деп айтады ашаршылық, бірақ соңғы кезде 29-33 4 жылға созып жатыр да. Ол өте үлкен травма болды. Бұл әрине комплекс жертвы таратушы емес. Бұның әлеуметтік, саяси және ұлт құруға байланысты әсерлері бар. Жоқ емес. Соны зерттеу үшін осы ашаршылықтың салдарын зерттеу керек. Өйткені бұл Холокостпен пара-пар нәрсе. Холокост кезінде еврей халқы 6 миллиондай өкілін жоғалтады, қазақ халқы кейбір деректер бойынша 4 миллион. Енді саны бәрін қатты маңызды емес шығар, бұл жерде проценттік үлесі маңызды. Тарихи травма, әлеуметтік травма, мәдени травма соған алып кетті. 90-дардың басында қазақ ұлтшылдығына бұлардың әсерлері болды. Айтылмай жүрген пәлен 10 жылдан бері шері болып қатып қалған ашаршылықтың травмасы бар. Өз жерінде ашшылыққа айналу бар. Одан кейін үлкен қалаларда халықтың, әсіресе интеллигенция өкілдерінің, солардың балаларының ассимиляцияға ұшырап кетуі бар. Мысалы, мен өзім 12-ші мектепте оқыдым. Қатар оқыған сыныптастардың біразы қазақтың атақты жазушылары болды, иә. Қазақша оқиды, мектебіміз қазақша. Мен 2 класс қана оқыдым сол мектепте. Сол сыныптастарым параллель класстағы қыздар, жігіттер қазақшалары шорқақ еді. Менде мынандай бір күмән де бар, олар өз ата-аналардың жазған еңбектерін көп түсінбейтін ау. Тіпті орыс мектептерінде оқыған талай қазақ зиялылардың балалары болды. Олар өз әкелерінің, өз аналарын жазған еңбектерін түсінбейтін. Айналып келген кезде осындай күрделі факторда біздегі қазақ ұлтшылдығын кәдімгідей біледі дейік. Отарсыздану, тезірек жүрсін, біз не істесек те қайтадан қазақ болайық деген примордиал ұлтшылдық күшейді, шын айту керек та. Демократикалық процестерді жаңғырту үшін маңызды, позитивті фактор болды десек болады да. Бірақ геосаяси тұрғыдан қарайтын болсақ, 90-дардың басында Қазақстан Босния-Герцеговинаға ұқсас жағдайда еді. Мысалы, Босния-Герцеговинада қырғын соғыс болды. Сол кезде менің ойымша Қазақстанның саяси билігі өте байсалды әрекет етті. Енді Назарбаев кезінде әр нәрсе қате, әр нәрсе жаман деп айтуға да болмайтын шығар. Өйткені қалай дегенмен 90-шы жылдар өте, менің ойымша, керемет, өте жақсы саяси шешімдер қабылданды. Қателер де болды, әрине. Бұл жерде мен енді қателерге емес, позитивті нәрселерге көңіл аударғым келіп тұр. Қазақ ұлтшылдығы өзінің рөлін ойнады, үлкен рөлін ойнады. Әсіресе 90-дардың басында 91-ші жылы қателеспесем Оралда казактар бас көтереді. Соған бүгін Қазақстаннан адамдар жиналады. Бұл енді қазақ ұлтшылдығының керемет позитив көріністерінің бірі болды. Одан кейін Алматыда орталық алаңдарда жиі митингтер болады.
шерулер болады. Баспанасы қазақтар көп, оларға баспана беру мәселесі көтеріледі. Қазақ ұлтшылдығы сол кезде позитив саяси фактор ретінде өзін көрсетеді. Бірақ әрине мен зерттеуші ретінде әрине назарымды аудартатын нәрсе примордиал ұлтшылдық ол кезде болды әрине. Примордиал ұлтшылдық. Себебі басқа альтернатива көп жоқ еді. Кеңестер одағынан шыққан қоғам демократикалық адам құқықтарына қатысты әдебиетпен тікелей танысып үлгерген жоқ. Бәлкім ол кезде эмоцияда үлкен рөл ойнаған шығар. Өйткені кеңестер одағынан отарлауынан шыққан халық эмоция болу керек. Соңғы жылдары Қазақстанда деколониал биотар ұлтшылдық пайда болды және дамып келе жатыр деп айтуға болады. Ол көп зерттеулерде жоқ, және бұл өте позитив, өте керемет құбылыс. Теоретиктердің кітаптарында же оның теоретизациясын, тұжырымдамасын әлі көп жасаған жоқ. Себебі көп теоретизация бір 10 жыл, 15 жыл кешігіп келеді. Қазіргі болып жатқан нәрселерді бұған әлі біреулер зерттеу жасап, field research жасап, мақала шығарып, кітап жазып үлгерген жоқ. Деколониал биотар ұлтшылдық деп нені айтуға болады? Мысалы, мен өзімнің анализім, ең басты ерекшеліктерінің бірі қазақ тілінің маңыздылығына өте үлкен көңіл аударады. Қазақ тілі өзінің мызғымас орны бар, қазақ тілінің рөліне ешкім күмән келтірмейді. Сонымен қоса инклюзив. Саяси ұлт төңірегінде бірігейік. Қазақ, ұйғыр, орыс тек жақтан, корей, еврей кім болса болсын, бірақ Қазақстанда өмір сүруге жоспарлары бар, Қазақстанның келешегі үшін жұмыс істеуге дайын. Кім болса болсын, осы халықтармен бірігейік. Ешқандай сыртқы державаға мойын сұнатындай, оларға былай мойын бүгетіндей түсінік емес та. Бұл деколониал ұлтшылдық. Және бұның төртінші сипаты мен үшін өте маңызды. Біздің архаикалық дәстүрлерді, кертаппа дәстүрлерді жаңадан жорамалдап шығару керек. Дәстүрлерді, салттарды, әлеуметтік нормаларды жаңадан жорамалдап шығаруға бағытталған деколониал ұлтшылдық. Соңғы зайырлы мемлекет. Яғни бұл жерде діннің де рөлі әрине рационал, ақылға қонымды, ақли, прогресшіл діни түсініктер десек те болады. Бұл деколониал ұлтшылдық, бұл Қазақстанда қазіргі кезде мен байқауымша дамып келе жатқан нағыз қоғамға, мемлекетке керек құбылыс сияқты. Яғни бұл деколониал ойшылдықтың қолдаушылары бұлар жастар секілді, қалалық жастар. Шынымен бұлар прогресшіл, кеңес одағы тарихын қайта қарауға, оның ішіндегі травмаларды ашуға, соған сәйкес жаңа тұжырымдарды қалыптастыруға әрекеттеніп жүрген жастар. Менің байқауымша олар бір енді екпін алып келе жатқан секілді. Енді бірақ мынау 2000 жылдар, 90 жылдардағы тәуелсіздік алғаннан бергі 20 жылдықтың ішіндегі ұлтшылдық идеологиясын қалыптастырушылар, олар негізінен примордиал ұлтшылдықтың негізінде топтасқан секілді. Айдос Сарынды алатын болсақ, оның бір белді бір өкілі осы қозғалыстың кезінде. Ол да демократияшыл болды. Ол да тарихта деколонизация жасау жөнінде айтып жүрді, тіл мәселесін көтерді. Қазіргі деколониал ұлтшылдықпенен сол 2000 жылдардағы ұлтшылдықтың арасында байланыс бар ма, қалай дейсіз? Байланыстар болады. Мынаған да көңіл аудару керек шығар. Мен өзімнің тұжырымдарым, деколониал ұлтшылдықтың басқа сипаты ол қоғамшыл. Тар мағынада мемлекетшіл емес. Енді примордиал ұлтшылдықтың идеологтары әртүрлі, әрине. Қазақстанда бірталай адам, кейбіреулер әлі де қоғамшыл, кейбіреулер мемлекетшіл болып кетті, тар мағынада мемлекетшіл болып кетті. Қазақстан билігі ешқашан қазақ ұлтшылдығынан бас тартқан жоқ. Ол да негізі маңызды фактордың да. Біздің билік өкілдері, олар өз мүмкіндіктерінше, саяси жағдайға байланысты өздерінің қазақ ұлтшылдығы моделін дамытты. Мысалы, Астананың өзі, Астананы алып қарайтын болсақ, көшенің аттары қандай, көше аттары. Мысалы, Сығанақ, Орынбор деп бекер атаған жоқ, Мысалы, Кенесары ханның ескерткіші тұр. Мысалы, қазіргі таңда ол өте үлкен саяси шешім. Осы тәуелсіз Қазақстанда білім алған әрбір адам, қазақ тілінде оқыған адам, оның ұлтшыл болмауы мүмкін емес сияқты, өйткені сіз жаңағы тарихтан Алашорда зиялыларын оқисыз, әдебиет бар, Мұхтар Мағауин, Ілияс Есенберлин, яғни сіз сіңіріп өсесіз жаңағы ойды, мен қазақ ұлты, оның мүддесі үшін қызмет ету деген, ол тәуелсіз Қазақстанда туып өскен және мектепте оқыған әрбір баланың миына құйылатын идея ғой. Сондықтан да бұл жерде келсем, ол мысалы үшін сол 2000 жылдардағы қозғалыс деп айтуға болатын шығар. Ұлтшылдар қозғалысы ол әр тарапқанды, бір жағы жаңағы бір бөлігі билікке кетті, бір бөлігі жаңағы жасына байланысты зейнетке шыққан сияқты. Және бұл жерде менің байқауымша бір қызық нәрсе бар, ол сол кездегі ұлтшылдық қозғалысының негізгі әлеуметтік базасы ол жасы 40
плюс жасы орта жастан асқан адамдардың идеологиясы болған секілді, олар сол кезінде 90-шы жылдары жас болған адамдар, осы ұлтшылдықпенен оларда ауырып, біраз жаңағы саяси қозғалыс ретінде олардың әрекетін 2016 жылы айқын көрдік. Ол жерге байланысты көтеріліс болды Атырауда, Семейде үлкен көтеріліс. Сонда жаңа жерге байланысты мәселе туындаған кезде ол ұлтшылдардың, жалпы қазақтардың қалай мобилизацияланатынымызды байқадық, көрдік. Жастар үшін 2000 жылдардағы ұлтшылдық ондай бір маңызды емес сияқты көрінеді маған. Мен келісесіз бе? Сіз студенттермен жұмыс істейсіз, олармен сөйлесесіз. Олар үшін ұлтшылдық деген не? Жаңа буын үшін. Бұл буын біздің буынға қарағанда әлдеқайда глобализацияланған, олардың алатын ақпараты әр тарапты, және мысалы үшін біз сияқты қазақ тілді сайттарды, қазақ тілді газеттерді ғана оқып өскен жоқ. Олар жаңағы әлеуметтік желіде әртүрлі контент пайдаланады. Осыған байланысты ойыңыз қысқа болып тұр. Мен келісем, студенттермен белгілі деңгейде диалогым бар. Ұлтшылдыққа байланысты университетте курсы да бар бізде. Сіз айтқан анализбен белгілі деңгейде келісем, қазіргі жас ұрпақ шамалы өзгеше ойлайды. Алайда олардың ұлтшылдықтары анағұрлым эмоциядан тыс, анағұрлым ақылға қонымды ұлтшылдық. Мысалы, біздің аға буында эмоция өте қатты іске қосылады ұлтшылдық деген кезімізде. Неге? Өйткені олардың көпшілігі кеңестер одағын көрді, кеңестер одағы кезінде балалық шағы өтті, жастық шағы өтті. Және мен өзім ойымша олардың көпшілігінде кеңестер одағынан қалған травма бар. Біреуді акцент байланысты кемсітті, біреуді қазақша сөйлеген үшін кемсітті, біреуге қалада прописка болмады. Қысқасы, кеңестер одағы сол аға буында бір эмоционалдық бір травма алып жүрді. Сондықтан олар ұлтшылдық мәселесіне келген кезде көбінесе өздері де байқамайды, эмоционал әрекет етеді. Қазіргі жас буында ондай травма жоқ, өйткені олар ол дәуірде өмір сүрген жоқ. Олар кейін туды. Қазақстан тәуелсіз болған кезде туды. Қазақша сөйледім деп претензия айтатын кезең емес. Ондай кезең кеңестер одағында болды. Мен де есімде бала кезімде қазақша сөйлеп келе жатсам, абориген тілінде неге сөйлейсің деп біреу маған ескерту айтқан Алматыда. Мен алматылықпын ғой. Әрине, ол менде травма туғызған жоқ. Есімде қалып қойды да. Өйткені ар жағы неге айналған жоқ қой, абьюзге. Онда комментарий болды ма? Болды. Бірақ менде травмаға айналған бір нәрсе болды. Мен домбыра курсына баратынмын. Көшедегі балдар мазақтайтын. Домбыраға қатысты бір мазақ болатын. Айтпай ақ қойын. Ол қатпай үшін да. Содан кейін мен домбыра курсына барғым келмей қалды. Домбыраны тіпті жасырып, қара чехол тіктірдім. Қара чехолмен мен домбыраны көрсетпей көшеде жүретінмін. Соны ойлап қараңыз. Ол кезде мен мектептемін, бастауыш емесмін, жасымда үлкендеу. Бұлардың барлығын назарға беру керек. Өйткені примордиал ұлтшылдықтағы көптеген айтылатын нәрселердің нақты тарихи дәлелі жоқ. Олар фактілерге негізделмейді, сенімге негізделеді. Примордиал ұлтшылдық белгілі деңгейлерде 100% емес, белгілі деңгейде патерналистік қоғамға және артократ қоғамға да алып барады. Беретін месседждердің бірі, біреулер шамал жақсырақ, біреулер шамал жаманырақ. Егер қан жағынан жақында болмаса, шамал арасына біреулер араласып кетсе, онда ол шамал сапа жағынан төменде. Бұл жерде иерархия бар. Иерархия ерте ме кеш пе автократияға алып келеді. Сондықтан примордиал ұлтшылдық қай мемлекетте дамыса, көп жағдайларда 10-20 жылдан кейін автократия туады. Осы құбылыс егер бізде дамыса, сіздің сұрағыңызға нақтырақ келетін болсақ, жастардан эмоционалдық жағы көп болмағандықтан, травма алмаған, олар байсалдырақ қабылдайды ұлтшылдық мәселесін. Алайда шалғай аудандардан келген, қалаға келіп тіл жағынан, әлеуметтік статус жағынан қысым көрген, алалаушылық көрген қазақ жастарында примордиал ұлтшылдық бар. Сондықтан бұл жерде әлеуметтік әділеттілік мәселесін де шешу керек. Өйткені әлеуметтік әділеттілік болмаған жерде травма ретінде оянады. Осы примордиал ұлтшылдық енді тарихтан білеміз, ол 20 ғасырда үлкен трагедияларға алып барған құбылыс. Бірақ Қазақстан контекстінде кейде ойлаймын, оның бір позитив жағы, мүмкін біреу ғана жалғыз шығар. 90 жылдардан бері бізге репатрианттар көшіп келді ғой, миллионға жуық қазіргі уақытта. Қарасаңыз, олар оңай сіңісіп кетті қоғамға. Қазір оларды енді болып тұрады андасында, бірақ жалпы алған кезде бұлай дискриминация, оларды шеттету деген енді жоққа жақын. Меніңше осы примордиализм секілді, өйткені қазақтар көшіп келген адамдарды қанына байланысты қазақ деп танып, оны бірден жаңа рулық жүйеге кіргізді да шеттеткен жоқ. Примордиализмнің осылай бір жағымды болғандығын бар шығар деп ойлаймын да өзім. Ондай жағы бар. Тек бір нәрсені ғана қоса кетейін, сырт келген қандастарға байланысты. Халықаралық құқықта transitional justice деген ұғым бар. Оны бізге Қазақстанға алып келу керек. Ол қайсы бір заманда мемлекеттік жүйе тарапынан үлкен әділетсіздіктерге, зұлымдықтарға ұшыраған адамдардың немесе топтардың сол мемлекет
мемлекеттен құқықтарын қайтадан талап етуі бар. Сыртқа кеткен қандастар тек қана Қазақстанға келіп қоныстанып қана емес, олар жоғалған мал мүлкін қаншама көрген қиындықтары бар, басқа бар, соның компенсациясын сұрай алатын ұғым бар. Әрине ол Қазақстанға әлі ерте. Ол жалпы бұны ұғым ретінде біреулер қолданса екен деген бір өзіме сондай ой келеді. Әрине біз оны Қазақстан үкіметінен емес, оны біз басқа үкіметтен талап ету керекпіз, бірақ ол қазір мүмкін емес. Өйткені ол мемлекет бұл ұғымды қабылдамақ түгілі зұлымдықтарды жасаған жүйені ақтап жатыр. Қазір бәрімізге белгілі, атын атамай, қай мемлекет алыс емес ол. Соңғы тұрағым осы жерде, сіз жаңа қоғамшыл болу жайында айттыңыз, бұл мен үшін жаңа концепт. Алдында бір подкастта, Амирханмен болған подкастта қоғамшыл болудың маңызы жайында айтып кеттіңіз. Маған өте қатты ұнап, кейін подкастымыздың аты қоғамшылдық қойдық. Кейін өзіңіздің батаңызды алып, подкастты бастап кеттік. Жалпы бұл неліктен қоғамшыл болу маңызы, және де қоғамшыл болу, ұлтшыл болуға балама бола алады ма? Неге бұл сұрақты қойып отырмын? Өйткені бізде қоғамдық кеңістікте осыған дейін ұлтшыл болу үлкен мәртебе, тәуелсіздік контекстінде, мемлекетшіл болу да үлкен мәртебе ретінде қалыптасты, конструктор ретінде. Бірақ қазіргі уақытта қарасаңыз, мемлекетшіл болу деген ол авторитар жүйені қолдау сияқты. Ал ұлтшыл болу дегеніңіз примордиал ұлтшылдыққа алып барады көп жағдайда. Осы орайда қоғамшыл болу дегеніміз не? Бұл қоғамшыл ұғымын мен бір жерден естідім. Кімнен естігенім, қай жерден кездестіргенім бәрі есімде жоқ. Өткенде сіз айтқандай подкастта айтып қалдым. Бұл бәлкім шынымен қазіргі Қазақстан қоғамынан тудырған ұғымы шығар. Яғни маған да бұл ұғым ұнайды. Себебі біз ұғымдармен ойланамыз ғой, адам баласы болғандықтан бізге ұғымдар керек те. Әр нәрсені бір атауын іздейміз. Қазақстанда өмір сүргендіктен, Қазақстан мемлекетіне бір пайдамыз тисін, Қазақстан қоғамына пайдамыз тисін деп бірнәрсе істеуге тырысамыз, осыған байланысты талпынамыз. Осыған байланысты ұғымдар маңызды әрине. Енді қоғамшыл деген ұғым менің өзімнің түсінуімше, ол ең алдымен әділеттілікті аңғартады. Әділеттілік менің ойымша ең алдымен қоғамдық әділеттілік. Қоғамдық әділеттілік нені аңғартады? Мемлекетте, қайсы бір мемлекетте, айталық Қазақстанда тұратын азаматтардың тобына, әлеуметтік статусына байланыссыз мемлекеттің байлықтарынан тең құқықты пайдалана білу. Қоғамшыл болу, қоғамдық әділеттілікті қолдау. Яғни бұл жерде мемлекет пен қоғамды бір-біріне қарсы қою деген нәрсе жоқ. Себебі кең мағынада мемлекет ол қоғамды да білдіреді. Алайда өкінішке орай сіз айттыңыз ғой, мемлекетшілміз деп айтатын адамдар бар. Мен таныстарым арасында да жетерлік, өйткені көпшілігі мемлекеттік органдарда істейді. Олар біздің азаматтарымыз, яғни біз өзімізді оларға қарсы қояйын деп тұрған жоқпыз. Менде ондай ой жоқ. Алайда біз мемлекет деп тар мағынада аппаратты, мемлекеттік жүйені алып қарайтын болсақ, өкінішке орай сол тар мағынада мемлекет кейде қоғаммен бір болмай қалады да, қоғамдық әділеттілік бұзылып қалады. Мемлекетті кең мағынада алып қарасақ, саяси жүйе, экономикалық жүйе, қоғамдық қатынастар, тіпті экология, олардың барлығы кең мағынада мемлекет. Біз бәріміз мемлекетшілміз да, мысалы, мен де мемлекетшілмін бұл мағынада, кең мағынада алып қарайтын болсақ. Алайда өкінішке орай бізде мемлекетшілміз деп айтатын адамдар өздеріне көбінесе тар мағынада мемлекетті алып қарайды. Олар көбінесе символдар мен тұлғалар төңірегінде. Қоғамшыл болу және мемлекетшіл болу арасында осы айырмашылық бар Қазақстанда. Шын мәнісінде отарсыздану керек. Бейотар, деколониал түсінікті жоспарлы түрде, саналы түрде Қазақстанда тарату керек. Өйткені отарсыздану, бейотар түсінік әр түрлі қандай болмасын иерархияға қарсы. Ол адамды азат етеді, әділеттілікке алып барады, эмпатияны оятады. Тіпті бұл жерде кеше бізге зұлымдық жасаған адамдарға эмпатия көрсете берсек, оларда эмпатия оятсақ, кешегі дұшпан біздің бүгінгі үзеңгілес досқа айналуы мүмкін. Кеше бізді отарлаған күш адамдар, әсіресе тұлғалар ретінде алып қарайық, егер олармен басқаша қарым-қатынас жасасақ, оларменен иерархия шығармай, бірте-бірте оларға ойлануға мүмкіндік берсек, сыртқа теппесек, бәлкім біздің қоғамға қосылады. Менде қазір байқауымша ұлтшылдық идеологиясы Қазақстанда бір дағдарысқа ұшыраған секілді. Оған бір жаңа леп, жаңа идея жетіспейтін секілді. Бір жағынан қандай да бір балама альтернатива идеялардың дамуына тежеу болып жатыр. Одан бөлек қазіргі жаңа буын үшін 90 жылдары қалыптасқан ұлтшылдық концепциясы онша жақын емес, түсініксіз секілді. Расында да олар үшін қазақ болу, қазақ мемлекетінде тұру ол қалыпты табиғи нәрсе. Патриот болу деген бір абстрактілі ұғым ғой, оған бір мағына беру үшін қоғамшыл болу, оның ішінде сіз айтқандай теңдік идеясы, демократия, адам құқығы идеясы, сол мағына мен толтыру өте маңызды секілді.
расында да ұғымдар өзгеріп отырады, заман өзгереді, ұғым өзгереді, адам өзгереді, және ол ұғымдарға талқылау, ұғымдардың мағынасын ашу іспен біздің жауапкершілігіміз сияқты. Қоғамшылдардың саны көбейе берсін. Қоғамшыл болу деген әлі де бұл ізденіс. Мынау қоғамшыл деген, мынау деген анықтама беру емес, мақсатымыз жалпы. Бұл процесс деп ойлаймын. Қай жерге алып баратынын уақыт көрсетеді. Өзімізді бір қайта тануға, қайта бір түсінуге мүмкіндік беретін бір жаңа бір ұғым секілді. Құрметті тыңдармандар, біздің сұхбатымыз осымен аяқталды. Қоғамшыл подкастын тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше.